Ел арасында кеңінен тарағаны соншалық, келе-келе автор ұмытылып, халық әні атанып кеткен туындылар қазақта өте көп. Соның бірі Дударай әні. Бір қызығы айтулы әнді күні бүгінге дейін Мария Жагор қызы Рекина жазды деп келді. Ал шындығында солай ма? Дударайды Мария Жагор қызы жазбаса, басқа кім жазды? Илья Жақанов Дударай деген несесінде былай деп жазады. Бүкіл халыққа тарап, шырқалып жүрген бұл ән Дүйсен мен Мәриямның қияметтік досы Үлебайдікі. Сөз түйіні осы. Бұл сөзді 1000 рет қайталап, оны бүкіл әлемге жар салуға болар еді. Бұл сөзді Мәриямның қызы Мүслима шегелеп тұрып нүктесін қойды. Осылайша Илья ағамыз Дударайдың Мариям Жагор қызының әні емес, бұл тек әншейін халық арасында лақаппен тараған қате дерек екенін тайға таңба басқандай етіп дәлелдеп берді. Ендігі сөз Дударай әні жөнінде. Халық арасына тез тараған бұл ән жоғарыда атап өткен Дүйсеннің досы Үлебай Әнетовтікі. Мәрияның атынан Дүйсенге арнап шығарған әні. Махаббат хикаясын бүге-шүгесіне дейін білетін жан осы. Алғашында екеуінің кездесіп жүргенін көріп, Дударбас орыс қызбен ашына болдың ба деп мазақтайды. Ол заманда қазақ жігіттер шаш қоймаған, ал Дүйсеннің бұйра шашы болған. Келе-келе олардың бір-біріне деген махаббатын түсініп, шын тілектес болады. Ал Үлебай кім? Үлебай Тінәлі руының Дәулет аталығынан тарайды. Өзінің шын есімі Рахметулла, әкесінің аты Әнет. 1892 жылы туған. Әке-шешеден жастай жетім қалған оны немере ағасы Нұрмағамбет тәрбиелейді. Үлебай сыптығыр ұзын бойлы ақсары ат жақты, көркем жігіт болған. Жасынан әзіл қалжыңға ілкімді, шешендік сөздерді қағып алып, өлеңді суырып салып айта беретін болған. Жетімдік оны бұғанасы қатпай жатып қыстады. Ағаштан түйін түйген ұста әрі зергерлікпен айналысқан, аңшылықты кәсіп еткен. Ал Мәриямның әке-шешесі ерлі-зайыпты Игорь Яковлевич Рекин мен Евдокия Давидовна Рекина тағдырдың тәлкегімен жер ауып, шиеттей балаларын ертіп, қорғалжын төңірегіне келеді. Кімге болса да құшағы ашық, мейірбан халық емеспіз бе? Бұлардың хал жағдайын көрген соң, Төртуыл руының Қыстаубай деген адамы бас болып, жергілікті тұрғындар оларға шым үй салып береді. Үй салынып біткенше, Байпақтың Бәзілі деген кісінің қарашайын тігіп отырған. Жагор 4 баласын қасына ертіп, ащы көл мен тұщы көлден балық аулайды. Осы көлдердің маңына ар жақтан бір жама қазақ отбасылары келіп, қоныс тебеді. Арасында Өкен деген кісінің отбасы да болған. Олар бір-бірін жатсынбай араласып кетеді. Өкеннің көшелі жігіт болып өскен Дүйсен есімді сымбатты баласы бар екен. Міне не керек, сол Дүйсен мен Мария Жагор қыз арасында сүйіспеншілік туады. Екі жақтың ата-аналары бұны білгенімен еш тосқауыл бола алмаған. Өнер зерттеуші композитор Илья Жақанов өзінің Дударай атты көлемді эссесінде былай деп келтіреді. Марияны әке-шешесі Ақмоладағы купец Матвей Кубриннің Андрей есімді ұлына қосқысы келіп жүрген. Андрей балық аулауды сылтау етіп келгіштей береді. Бірде Жагор мен Евдокия қызды алдап, Ақмолаға барамыз, өзіңе арнап киім тіккіземіз, кездемі аламыз деп алып кетіп, Андрейдің үйіне кіргізеді. Алданғанын білген соң, безек қағып қалай құтылып шығудың амалын іздейді. Сәті түсіп, қалаға келіп кетіп жатқан ауыл адамдар арқылы Дүйсенге хабар салады. Бұл жағдайды естіген ол, достары Әкімжан мен әнші әрі ақын жігіт Үлебайды ертіп келіп, Кубриннің ауласын ториды. Ақыры олар ебін тауып, Мәрияны құтқарады. Екеуі тығылып қашып жүріп қосылады. Ал Дүйсен қалай өмірден үзді? Ол туралы бірнеше алып қашты қисынсыз мәліметтер бар. Шындығына келсек, сол кездегі емі жоқ ауру сүзектен қайтыс болады. Тірі адам тірлігін қылады дегендей, Мария екінші рет милиция бастығы болып істейтін Боранбек деген адаммен бас қосады. Екеуінен Рысалды Мүслима Сапарбек, Сайлаубек деген балалар дүниеге келеді. Композитор Евгений Брусиловский Дударай операсында жазған. Брусиловский Мариям әні туралы мынандай қарсы уәж айтады. Дударай әнінің авторы Мария Рекина деп жүр. Осы ән үшін Мария Егоровнаға Қазақстан үкіметі
республика өнеріне еңбек сіңірген қайраткері атағын берді. Өзінің түрі мен сипаты жағынан бұл жоғарғы регистр күшті, орта түсі, тенорға үйлесімді нағыз ерлер әні. Әннің диапазоны децима. Бұл әннің авторы қорғалжың төңірегінде өмір сүрген әлдебір әнші қазақ жігіті болмақ керек. Сауыншы Мария Рекина 1948 жылы Алматыға келеді. Қазақстан композиторларының бірінші съезіне қатысады. Өзінің әйгілі әнін өз аузынан орындап беру жөніндегі өтінішімізден сытылыңқырап шыға береді. Жалпы алғанда бүкіл съез барысында оның ән салуға ұмтылған сәті болған емес, ешқандай ән айтпады. Сірә айта алмайды ау. Бәлкім, Дударай әніне оның ешқандай қатысы болмаған шығар. Бұл әнді шығарған Мария Жагорқызы деген сөз жай романтикалық аңыз ғана. Филология ғылымдарының кандидаты профессор Жантас Жақов былай дейді: Дударайды шығарған Үлебай Әнетов, ол нағыз тума талант. Жастайынан ауызекі сөздің өзін өлеңге айналдырып айтатын болған. Қасқыр мен қойшының айтысы, қыс пен жаздың айтысы, ат пен иесінің айтысы деген айтыс өлеңдер шығарып, өзі тыңдаушысын түрлендіре, күлдіре отырып орындап береді екен. Шайтан торы деген әнін де біледі. Бұл әнде Дудараймен сабақтас Дәмежан деген қыздың атынан Дарап деген жігітке арналып айтылады. Халқымыздың жоғары білімді музыка маманы белгілі композитор Ахмет Жұбанов Дударай Мария шығарған ән емес екенін білген. Алайда қазақтың халық әндері деген көлемді зерттеу еңбегін жазған үшін қудалауға түсіп, қуғын көрген ол Брусиловский сияқты шындықты айта алмаған сыңайлы. Осы жерде тағы да ғалым Жантас Жақыповтың жазғанынан: сол жергілікті жердегі ауылдық кеңестің төрағасы аудандық партия комитетінің тапсырмасымен Үлебайдың үйіне келеді. Әйеліне көйлектік мата мен бір тақта шәйі, Үлебайға 3-4 метр шибарқыт тауары бар ол. Шығарған әніңді Марияға бер, Алматыға барып қайтсын дейді. Сауаты жоқ Үлебай қайдан білсін, кәделеріңе жараса ала беріңдер деген ғой. Міне, Алматыға барғасын бірақ күнде Дударай Мария Жагорқызының әні болып шыға келген. Әлеуетті ән халықтар достығының сипатын ашқандай болып, елден келген қарапайым сауыншының мәртебесі аспандаған. Атақ, абырой, сия-сияпатпен елге оралған. Келгесін көңіл жетерлермен дос жарандарын үйіне шақырып дастархан жаяды. Үлебайды алдырып: сен менің атағымды шығарып көпке таныттың, әйтпесе менен мұндай ән қайдан тусын деп, риясыз көңілімен иығына қытайы шапан жауып құрметтейді. Бұл оқиғаны көзбен көргендердің бірі сол кезде жас өспірім, кейін қазақтың белгілі композиторы болған Кенжебек Күмісбеков екен. Кенжекең марқұм өлілгенше Дударай Үлебайдың әні деп кеткен. Тумысынан заты асыл жан әлем халқы құмарта тыңдаған әнді Марияға қиып, ақтық демі біткенше өзінің кісілігіне, мәрттік қасиетіне дақ түсірмей өткен. Дударай әні даулы болды. Ол Мариям Жагорқызының әні деп айтылып келді. Жақындары да біраз дауласқан. Бұл жөнінде көп еңбек сіңірген Қазақстанның халық әртісі Қайрат Байбосыновтың үлесі зор. Дударай әнінің авторы Үлебай Әнетов екені дәлелденді. Бүгіндері Үлебай Әнетовтың Нұржамила, Азизат деген әндері Астана филармонияның әншілері орындап жүр. Ал Дударай әні әлемді шарлап кетті.